Реал Мадридтің жаңа форварды өткен маусымда керемет ойын көрсетіп, әрдайым көптеген әдемі голдар соқты. Лука Йович, Сербияның болашағы, гол соғу машинасы және де өткен маусымдағы Бундеслиганың үздік сұрмергендерінің бірі. Сонымен, өзінің футболдағы тарихын жазып жүрген футболшы кім? Осы видеода сіздер Йович туралы қызықты фактілермен танысасыздар. Достар, бастамас бұрын лайк басып, арнаға тіркелулеріңізді сұраймын. Ал кеттік. Шабуылшының футболдық тамырлары Сербияның астанасы Белградтан басталады. 8 жасында ол Сербияның ең танымал клубы Crvena Zvezdaға қосылды. Өз футбол жолын осындай үлкен клубта бастау оған өз септігін тигізді. Алайда, Йовичтің бойында амбиция мен жеңімпаздық менталитет бұрыннан болатын. Біз күнде ең бірінші автобусты жіберіп алмауымыз үшін таңғы сағат 6:45-те тұратымыз. Сөйтіп біз мектепке кешікпей жетіп, ал сабақтардан соң жаттығуға баратымыз. Біз үйге сағат түскі 5-ке дейін келмейтінбіз. Йович Crvena Zvezdaның жүйесінде 10 жыл өткізді. Клубпен ол 2 мәрте Сербия чемпионы атанды. 18 жасында ол Бенфикаға өтеді. Бірінші командада ол мүлдем ойнамайды. Бірақ 1,5 жылдың ішінде 2 рет Португалия чемпионы атанды. 2017-2018 маусымында оның Франкфуртқа ауысу өте дұрыс шешім болғанын қазір сеніммен айта аламыз. Ол өзінің дебютінде гол соғып, болашақта одан не күтуге болатынын көрсетті. Luka Jovic on his debut has just scored, of course, his very first Bundesliga goal. Жалпы өзінің бірінші маусымында ол 8 гол соғып, 1 ассист орындаған болатын. Сол маусымның нәтижесі ретінде олар неміс кубогының иегері атанды. Баварияға қарсы финалдық ойынды Лука Йович жіберіп алғанымен, оның команданың финалға шығуына тигізген пайдасы орасан зор. Бірақ оның шынымен шарықтау уақыты өткен маусым болғанын сеніммен айтуға болады. Ол маусым қорытындысы бойынша 27 гол соқты. Неміс чемпионатында 17 гол, ал Европа лигасында ол қалған 10 голды соқты. Бәрі оның айып алаңында керемет ойнайтынын біледі. Сол үшін бәріміз оған пас беруге тырысамыз. Ол қақпа алдында өте қауіпті. Оны біз әр жаттығуда байқаймыз. Ол қақпашымен бірге-бір немесе айып алаңында болғанда әрқашан гол соғады. 2018-2019 Бундеслиганың 8-ші турында ол Фортуна Дюссельдорфтың қақпасына таң қаларлық 5 гол соқты. Stunning goal, Luka Jovic. Kostic finding Jovic, brilliance. And it's run loose for Jovic again, and in. 4 for Luka Jovic. Looking for Jovic, I don't believe it. 5 goals. Осылай ол өз атын Франкфурттың тарихында мәңгі қалдырды. Бундеслига тарихында бір матчта 5 гол соққан ең жас ойыншы болып қана қоймай, ол осындай нәтижеге жеткен ең бірінші сербиялық және Франкфурттың футболшысы болды. 2018 жылдың жазынан бастап ол Сербия құрамасына шақырту алуда. Өзінің дебютінде ол Германия қақпасына гол соқты. Йович отбасылық адам. 2019 жылдың қараша айында ол ұлды болды. Оның ұлы да өзі сияқты керемет футболшы болар ма екен, оны уақыт көрсетеді. 2019 жылдың 4-ші маусымында Лука Реалмен 2025 жылға дейін келісім шартқа отырды. Трансфермаркет сайтының мәлімдемесі бойынша Реал шабуылшы үшін Франкфурттың шотына 60 миллион евро жіберді делінген. Келісім шарт бойынша соның 18 миллионы Луканың бұрынғы клубы, яғни Бенфикаға кетеді. Естеріңізге сала кетсек, 2017 жылы Франкфурт оны Бенфикадан небәрі 5 миллион евроға сатып алған. Реалда Лукаға команданың бірінші номер шабуылшысы болу үшін Карим Бенземамен бәсекелесуіне тура келеді. Және ол оңай шаруа болмайтыны анық. Зинедин Зиданның сүйікті шабуылшысы өткен маусымда Ла Лигада 21 голдың авторы атанды. Лука Мадридтегі бірінші жылын қосалқы құрамда өткізбеу үшін көбірек гол соғып, жалпы командаға әрқашан пайдалы болуы қажет. Ал сіздің ойларыңызша, Лука Йович Реалдың негізгі шабуылшысы болуына лайық па?
Өз жауаптарыңызды комментке жазыңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар және сәттілік тілеймін. Good ball in two comes here for Luka Jovic for number 2, and he takes it brilliantly.